Уақыт өтер, жылдар жылжып барады. Сағынышта жүрекпенен қалады. Ойлағанда өзіңізді жанаке, жүрегімде жарқын бейнең жанады. Әр адамның ғұмыры туған жерінің топырағымен, өскен ортасының тәлімімен және артында қалған ұрпағымен сабақтас жататын тағдыр. Кейбір жандардың ғұмыры бір әулеттің ғана емес, бірнеше буынның рухани қазынасына айналады. Сондай ардақты азаматтардың бірі Жалтыкетегі Нұхби Қиябай ұлы еді. Бұл деректі фильм өмірін адал еңбекке, отбасының берекесіне, ұрпақ тәрбиесіне арнаған ардақты әкеміздің жарқын ғұмырына деген сағынышпен тағзым. Шаңырағымыздың асқар тауы, ардақты әкеміз Нұхби Қиябайұлы Жалдыке 1936 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының қасиетті Шілікті жазығындағы Қиябай қыстауында дүниеге келді. Бұл қыстау әулетіміздің бірнеше ұрпағы мекендеген қасиетті қара шаңырақ. Қандай заман туса да, бұл әулет туған жерінен қол үзбей, адал еңбекті өмірінің тірегіне айналдырды. Қара шаңырақтың аманаты кенже ұл Қиябайға бұйырды. Бұл ата кәсібін жалғап, ұсталық пен зергерлікті қатар меңгерген, темірге тіл бітірген, қолөнердің қадірін асырған шебер еді. Қиябай атамыздың дүниеге келуі де ел аузында сақталған ерекше оқиға. 1880 жылдың жазында жайлауға бет алған көш жолында анасы Қиябеткейдің жотасында босанды. Көштің бағыты бұзылмай, өмір өз арнасымен жалғаса берді. Сол қия жотада дүниеге келген нәрестеге Қиябай деген есім берілді. Ол да сол туған топырағынан өмір бойы қол үзбей, ата қонысын аман сақтап, осы қасиетті мекенде 81 жыл ғұмыр кешіп, мәңгілік тыныс тапты. Қиябайдың әкесі Жалдыке, арғы аталары Пұсырман, Құлсары, Рай, Бұрымбет, Саты, Жұмық, Байжігіт, тегі Қаракерей, Найман. Ұрпақ сабақтастығын бәрінен биік қойған осы әулеттің әр буыны туған жерді де, ата дәстүрінде көзінің қарашығындай сақтап өтті. Үлкен апамыз Әлипа Әбдіқызы 1895 жылы Жұмық руының Сайболат Шотай әулетінде дүниеге келді. Қиябай ата ұсталық пен зергерлікті қатар меңгерген, темірге тіл бітірген шебер еді. Оның қолынан шыққан зергерлік бұйымдардың Шілікті қорғанынан табылған әйгілі алтын адамның әшекейлеріне ұқсастығы ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жеткен өнер сабақтастығын айқын аңғартатындай әсер қалдырады. Қиябай атаның ғұмыры ел басына күн туған алмағайып кезеңдермен тұспа-тұс келді. 1920-1922 жылдары кеңес өкіметі орнап, халықты колхозға күштеп біріктіре бастағанда, ол ата қонысын тастап кетуге көнбеді. Өзі колхоз жұмысына барып еңбек еткенімен, отбасы туған қыстауда қала берді. Алайда шолақ белсенділер күшпен көшіріп, қыстаудағы үйдің төбесін құлатып, шаңырақты өртеп жіберді. Сол үйден жалғыз ғана қабырға аман қалды. Бірақ Қиябай ата еңсесін түсірмеді. Сол жалғыз қабырғаны қайта көтеріп, шағын күрке тұрғызды. Әйелі мен 4 баласын сонда қалдырып, өзі ұсталық кәсібімен күнелту үшін қайтадан колхозға жұмысқа аттанды. Еңбегінің өтеу ретінде алған 2 ешкінің сүтімен жас балаларын ажалдан арашалап, шаңырақтың шырағын өшірмеді. Әлипа апа да сол қиындықтың бар ауыртпалығын үнсіз көтерді. Қақаған қыста Терісайрық өзенінің мұзын ойып,
шанамен үйге дейін сүйреп әкеліп, отбасының ауыз суын қамдады. Ал күн жылына салысымен Қиябай ата күрек кетпенмен арық қазып, суды өрге шығарып, азын аулақ егін егіп, отбасының нәпақасын айырды. Ол үшін еңбек күн көрістің ғана емес, ұрпақты аман сақтап қалудың жалғыз жолы еді. 1934-1935 жылдары Қиябай атамыз колхозға кірмедің, жеке шаруашылық жүргіздің деген жалған жаламен Зайсандағы түрмеге қамалады. Сондай ауыр күндердің өзінде Әлипа апа бір түнде атпен Зайсанға барып, жол азабына қарамай атамызға ас су жеткізіп, таң ата қайтадан қыстауға оралып отырған. Бұл ерлі зайыптың бір-біріне деген адалдығы мен қайсарлығының өшпес өнегесі. Тағдыр бұл шаңырақты ауыр сынақтан қайта-қайта өткізді. 15 перзенттің ішінен Зада мен Ноқпи ғана аман қалды. Осындай қилы кезеңде ер жеткен Ноқпи әке ата-анасының маңдай терін, сабырын, қайсарлығын бойына сіңіріп өсті. Кейін сол асыл қасиеттер оның бүкіл ғұмырының темір қазығына айналды. Адамның өмірінде ұмытылмайтын армандар болады. Олар уақыт өткен сайын көмескіленіп кетпейді, керісінше адамның болмысына айналып, бүкіл ғұмырына бағыт береді. Мектеп қабырғасында жүргеннен ақ ол алғырлығымен, зеректігімен көзге түсті. Білімге деген ынтасы қатарластарынан өзгеше болатын. Бірақ сол кезеңнің ауыр тұрмысы мен заманның салған салқыны оның жолын жеңілдеткен жоқ. Кейде ауыл адамдарының үйінде тұрып, кейде интернатта жатып оқыған жасөспірім әр күннің қадірін ерте түсінді. Жоғары оқу орнына түсіп, білімін жалғастыру оның бала күннен көкірегіне ұялаған арманы еді. Алайда Қиябай ата жалғыз ұлын алысқа жіберуге қимады. Әкенің бұл шешімінің астарында баласының жолын кесу емес, қара шаңырақтың иесін қасынан алыстатпау, ата кәсібімен әулет жалғастығын аманаттайтын жалғыз ұлын өз жанында алып қалу деген әкелік алаң бар еді. Ноқпи әке сол кезде бұл шешімнің салмағын жүрегімен сезінсе де, әке сөзінен аттаған жоқ. Себебі өзі өскен шаңырақта үлкеннің батасы мен ата сөзі бәрінен биік саналатын. 1956 жылы тағдыр оның өміріне жаңа жол ашты. Кездейсоқ сапарда екі әкенің әңгімесі құдалыққа ұласып, Ноқпи Қиябайұлы Күләш Ерғали қызымен шаңырақ көтерді. Жас отбасының тіршілігі еңбекпен басталды. Ноқпи әке жүргізуші болып еңбек етіп, елдің сенімін ақтап, ісін абыроймен атқарды. Жоғары білім алуды армандағанымен, тағдыр оның жолына қайта-қайта сынақ шығарды. Әкесінің дүниеден өтуі, үйінің өртенуі, тұрмыстың ауырлығы бұл арманнан кейінге шегергенімен, жүрегіндегі білімге деген құштарлықты өшіре алған жоқ. Өмір кейде адамның арманына жетуіне мүмкіндік бермейді. Бірақ сол арманды жүрегінен өшіре алмайды. Ноқпи әке де сондай жандардың бірі еді. Ол тағдырға налымай, өмірдің әр сынағын сабырмен қарсы алды. Қиябай атаның өмірінің соңында айтқан: "Мен қателесіппін, немерелерім білім алып, ғылым қуатын болсын" деген аманаты оның жүрегіне мәңгілікке жазылып қалды. Сол күннен бастап жоғары білім енді өзінің ғана арманы емес, бүкіл әулеттің мұратына айналды. Өзі бара алмаған білім жолына балаларын жетелеуді өмірдің ең үлкен парызы санады. Кейін балаларының әр жетістігіне қуанғанда, сол қуаныштың төрінде Қиябай атаның аманаты тұратынын ешқашан ұмытқан жоқ. Қиябай атаның өмірден озар алдындағы соңғы аманаты Ноқпи әкенің жүрегінде мәңгі сақталды. Сол күннен бастап ол тағдырға налуды емес,
өзіне жүктелген міндетті адал атқаруды өмірлік ұстанымына айналдырды. Әкесінен үйренген ең үлкен тағылым адамның қадірі жиған дүниесінде емес, артында қалдырған ісімен өлшенетін еді. 1965 жылы отбасы Жаңаталап ауылына қоныс аударғаннан кейін Нұқби әкенің ұзақ жылдарға созылған еңбек жолы басталды. Алғаш гараж меңгерушісі болды. Кейін Ахметбұлақ фермасында зоотехник қызметін атқарды. Автодүкен жүргізіп, ауыл адамдарының тұрмыс тіршілігіне қажет дүниелерді жеткізді. Кейін автобус тізгіндеп, талай адамның жолын жалғады. Атқарған қызметтері әртүрлі болғанымен, олардың бәрін біріктіріп тұрған ортақ қасиет бар еді. Ол қай іске кіріссе де, оны өзінің міндеті ғана емес, ел алдындағы аманатындай көретін. Нұқби әке үшін еңбек күнкөрістің қамы емес, адамзаттың өлшемі еді. Таң қылаң бере түзге аттанып, қараңғылық түскенде ғана үйге оралатын. Бірақ қанша шаршап келсе де, әуелі балаларының жағдайын сұрап, шаңырақтың жылуын сақтайтын қамқор әке болудан жаңылған емес. Ел ішінде қандай шаруа болса да, Нұқби әке шет қалмайтын. Өрт шықса да, тасқын жүрсе де, сенбілік ұйымдастырылса да, жол жөнделсе де, оның көптің ортасында табылуы үйреншікті жағдай еді. Өзінің емес, елдің қамын ойлау, оның бойында кейін сіңген қасиет емес, бала күннен көрген тәрбиесінің жалғасы болатын. Сондықтан ауыл адамдары оған сенді, ал сенім артылған жерде жауапкершілікте бірге жүреді. Сол сенімнің арқасында ол қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүрді. Ата-аналар комитетіне жетекшілік етті. Аудандық газеттің штаттан тыс тілшісі ретінде ауыл өмірі туралы мақалалар жазды. Машина трактор шеберханасында еңбек етіп қана қоймай, ауыл клубында саяси ағартушылық сабақтар өткізіп, бірнеше мәрте аудандық партия конференциясының депутаты болып сайланды. Бірақ бұл қызметтердің ешқайсысы оның өміріндегі басты жетістік емес еді. Өйткені Нұқби әке үшін абырой қызметтен емес, адамның өзіне деген құрметпен келетін. Нұқби әке көп сөйлейтін адам емес еді. Әр сөзін ойланып айтып, ешқашан асығыс шешім қабылдамайтын. Әуелі тыңдап, таразылап барып қана байлам жасайтын. Сондықтан ауылдастары оның ақылына жүгініп, пікіріне әрдайым құрметпен қарайтын. Өмірдің талай сынағы оның жігерін жасталмады. Керісінше, әрбір қиындық мінезін шыңдап, сабырын арттырды. Қиябай атаның көрігінде шыңдалған еңбек пен төзім енді Нұқби әкенің өз болмысына айналды. Ұрпағының мінезін қалыптастырды. Сондықтан оны көрген жандар алдымен қызметі емес, адамдығын еске алатын. Өйткені кей адамдардың өмір баяны атқарған қызметімен жазылады. Ал кейбірінің ғұмыры айналасына жасаған жақсылығымен есте қалады. Нұқби Қиябайұлы дәл осындай азаматтардың қатарынан еді. Адамның қандай азамат екенін ел айтады, ал қандай әке болғанын өз шаңырақ айтады. Нұқби әкенің де өміріндегі ең үлкен бақыты ел алдындағы абыройынан бұрын отбасының берекесі болды. Тағдыр жолықтырған өмірлік серігі Күләш ана екеуі шаңырақ көтерген күннен бастап бар қуанышты да, бар қиындықты да бірге көтерді. Жастық шақтың жоқтығы, тұрмыстың ауырлығы, көп балалы отбасының жауапкершілігі де олардың бір-біріне деген сенімін әлсірете алған жоқ. Қайта сынақ екеуін бұрынғыдан да жақындастырып, шаңырақтың іргесін бекіте түсті. Күләш ана мектепті үздік бітіргенімен
жоғары білім алуға мүмкіндігі болмады. Соған қарамастан білімге деген құрметін ешқашан жоғалтпады. Ұзақ жылдар мектепте еңбек етіп, көптеген шәкірттің білім жолына үлес қосты. Олардың шаңырағында баланың қолына ойыншықтан бұрын кітап ұстау, өнерге баулу, адалдыққа тәрбиелеу күнделікті өмірдің табиғи бір бөлшегі еді. Нұқби әке ешқашан ұзақ ақыл айтпайтын, бірақ әр ісімен үлгі көрсететін. Егер үйде бір зат сынып қалса, оның бөлінгеніне емес, шындықтың жасырылғанына ренжитін. Өтірік айтпаңдар, істеген ісіңді мойындай біліңдер. Ешқашан жаман сөз сөйлемеңдер деген қарапайым ғана өсиет балаларының жадында өмірлік қағида болып қалды. Қиябай атаның соңғы аманаты. Білім туралы аманат болса, Нұқби әке сол сөзді күн сайын ісімен дәлелдеп отырды. Балаларының оқуына келгенде ешқашан қаражат аяған емес. Ол кезде көпшілік үшін қолжетімсіз саналатын дүниелердің талайы олардың үйінде болды. Әр баланың өз велосипеді болды, домбырасы болды. Кейін баян мен аккордеон да үйдің төрінен орын алды. Мұның бәрі балалардың көңілін көтеру үшін ғана емес, олардың ой-өрісін кеңейтіп, өнері мен білімге жақын болып өсуі үшін жасалған қамқорлық еді. Нұқби әке домбыраны да еркін тартатын. Кейде кешкілік жұмыстан шаршап келсе де, қолына домбырасын алып, баяу ғана күй шертіп отыратын. Сол үн шаңыраққа ерекше жылулық сыйлайтын. Балалары кейін есейгенде ғана түсінді. Әкелері домбыра тартып отырған жоқ екен. Үйдің берекесін күймен тербетіп отырған екен. Үйдің төрінен кітап ешқашан түскен емес. Газет журнал уақытында алдырылып тұрды. Жаңа кітап шықса, Нұқби әке қуана әкелетін. Қазақ Совет энциклопедиясының толық жинағы, ғылыми еңбектер, тарихи кітаптар мен сирек басылымдар сол шаңырақтың ең қымбат қазынасына айналды. Ол үшін кітап сөрені толтыратын зат емес, адамның ойын, мінезін, дүние танымын байытатын қазына еді. Сондықтан білімге жұмсалған қаржыны ешқашан шығын деп есептеген жоқ. Бұл үйдің есігі ешқашан жабық болған емес. Ағайын туыс, алыс жақын, білім іздеп келген жастар бәріне осы шаңырақтан орын табылатын. Алғашында 4 атадан қосылатын Уалихан тәрбиеленсе, кейін Мүген апай мен Сәрсенбай нағашы да осы үйде тұрып білім алды. Бір кезеңде 2 әулеттің балалары бір шаңырақтың астында өмір сүріп, дастарханы ортақ, тәрбиесі ортақ үлкен отбасы қалыптасты. Осындай көп жанның ынтымағын сақтап тұру Нұқби әке мен Күләш ананың кең пейілі мен сабырының арқасы еді. Күн ұзақ түздің жұмысынан оралса да, Нұқби әке әуелі балаларының сабағын сұрап, кітаптарын қарап шығатын. Себебі ол үшін әкелік міндет баланы асырау ғана емес, оның болашағына жол көрсету, білімге бастау еді. Кейін балалары әкесінің сарғайған дәптерлері мен конспектілерін тауып, жүрегінде өмір бойы өшпеген білімге деген арман жатқанын терең түсінді. Бірақ ол арман орындалмай қалған жоқ. Ол балалары мен немерелерінің алған білімінде, жеткен жетістігінде, елге сіңіріп жүрген еңбегінде жалғасын тапты. Нұқби әке өмір бойы балаларына үлкен мақсат қойып, үлкен талап қоя білді. Бірақ ол талаптың артында қаталдық емес, сенім жататын. Әр перзентінің бойынан қабілет көрсе, соны ұштауға тырысатын. Қай мамандықты таңдаса да, ең алдыменен адал азамат болып қалыптасуын қалайтын. Өйткені, оның түсінігінде білімнің қадірі дипломмен емес,
елге көрсеткен пайдасымен өлшенетін. Жылдар өте келе Қиябай атаның кезінде айтылған бір ауыз аманаттың қалай орындалғанын уақыттың өзі дәлелдеді. Нұхби әке мен Күләш ананың тәлімімен өскен ұл қыздары әрқайсысы өзі бір жолын тауып, ғылымда, білімде, медицинада, инженерияда, мемлекеттік қызметте, өндіріс пен кәсіпкерлікте елге қызмет етті. Олар қай салада жүрсе де, әке мен ананың бойларына сіңірген еңбек сүйгіштік, қарапайымдылық, жауапкершілік сияқты қасиеттерді өмірлік ұстаным етіп алды. Нұхби әке балаларының жетістігін ешқашан өз еңбегі деп жариялаған емес. Керісінше, әр жетістікке шын көңілімен қуанып, білім адамды биіктетеді, бірақ адамдықты жоғалтпау одан да маңызды деген ойын жиі айтатын. Сондықтан оның балалары әкесінен тек білімге ұмтылуды ғана емес, қарапайым болуды, үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, туған жерді қадірлеуді де үйренді. Әкеміз ешқашан байлық пен мансап қуған жоқ, бірақ адам үшін ең қымбат қазынаның не екенін жақсы білді. Ол адал ат, таза еңбек және тәрбиелі ұрпақ. Өмір бойы осы үш құндылықтан айнымағандықтан, оның ғұмыры бүгінде ұрпағына жол көрсететін өнегеге айналды. Шіліктінің самалы әлі де баяғыша есіп тұр. Қиябай ата мен Әлипа апаның, Нұхби әке мен Күләш ананың өмір жолы уақытпен бірге алыстап бара жатқан жоқ. Керісінше, олардың тәрбиесі мен аманаты ұрпақ жүрегінде өмір сүріп келеді. Адамның ғұмыры өмірден өткен күні аяқталмайды. Ол артында қалдырған ісімен, тәрбиелеген ұрпағымен жалғасады. Біз бүгін әкемізді сағынышпен еске аламыз. Оның сабырлы мінезін, мейірімін, ақылын сағынамыз. Бірақ сол сағыныштың ішінде үлкен жұбаныш бар. Әкеміз сенген құндылықтар бүгінде ұрпағының өмірінде жалғасын тауып келеді. Қиябай атаның аманаты орындалды. Халқымыз әкенің жақсылығы балаға 1000 жылдық азық дейді. Нұхби Қиябайұлының артында қалған ең үлкен мұрасы тәрбиелі ұрпағы, адал еңбегі және адамдық жолы. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын, асыл әке. Сіздің жүріп өткен жолыңыз бізге өнеге. Қалдырған аманатыңыз өмірлік бағдар. Есіміңіз әулетіміздің жүрегінде мәңгі сақталады.